Биылғы көктем басталды. Көкшебайлық 1 айлық деген. Мынау былтырдан гүлдің орны. Биылда Құда қаласа бәрі шығып келе жатыр. Мынау алқап, қызанақ, қияр егілген алқап. Осы жерде көшеттен отырғызылған. Енді бой көтеріліп келе жатыр. Осыны шауып жатыр. Мына жердегілер көшеттен отырғызылған. Бұлар да шығып келе жатыр. Осы бір қатарлары. Мына 3 қатар толығынан көшетпен отырғызылған. Көшетті бойы сәл көтеріліп алғаннан кейін түбін үйі керек осылай. Сонда түбі мығым болып өседі. Жақсы болып. Басында көшет отырғызылған кезде мына жаны шұқыр қылып отырғызу керек осылай. Өйткені алғаш күндері су құймаса көшеттің көтерілуі қиын болады. Кейін көтеріліп алғаннан кейін оны түбін мығымдап бекіту үшін мына түбін шабу керек. Суғарған сайын өстіп қосытып отырса, түбіне ауа кіреді дағыны, көтерілуі жылдам болады. Осылай шауып алғаннан кейін жанында топырақтардан үйі керек. Неғұрлым қазірден бастап үйсе, кейін бұл бойы көтерілгеннен кейін түбі берік болады. Желге, ана-мынауға құлай бермейді. Тығыз болып отырады. Жанында топырақтарды, бұрынғы үйіп қойған топырақтарын өзінің қайтадан шұқырына тастап, осылай көміп тастау керек. Неғұрлым түбі қалың болса да жақсы. Күннің ыстығында алған ылғалы бойынан кетпейді. Ұзаққа сақтап тұрады. Мынау қиярдың көшетінен отырғызылған. Бұны да солай алғашында жанын шұқыр қылып, су құйған ыңғайлау керек. Көшет өсіп көтеріліп алғаннан кейін бұны жығу керек. Жықпаса бұл бойы қалқиып тұра береді осылай. Түбін шабу керек те, жығатын жағын қазып, шұқырлап. Үстіңгі жағынан қисайтып көму керек осылай. Жатқызып. Күнделікті суғарған сайын осылай істеу керек. Мынаны жыққан кезде жылдамырақ жапырақ жаяды. Пәлек ұзарады, жылдамырақ ұзарады бұлар. Сөйтіп алдыңғы жағын бәрін реттеп қою керек. Мынау бұрықтан отырғызылған, шопақтан отырғызылған қиярлар. Бұл енді көтеріліп кішкене жапырақ жайғанша оған тимей қоя тұрамыз. Сәл көтеріліп алғаннан кейін бұны да шауып, бері қарата жығу керек. Жыққаннан кейін тез қанат жаяды.